Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен ең кіші ортақ еселік және ең үлкен ортақ бөлгіш. Жоқ, ойламаңыз, бұл 5-ші класты қайталаймыз ба деп. Бұл жерде осы ең кіші ортақ еселікті қолданатын мәтін есептер шығарамыз. Яғни логикалық есептер. Мысалы, әкесінің есепке көшейік. Әкесінің қадамы 90 см, ал анасының қадамы 80 см. Қозғалыс басынан қандай ең аз деген қашықтықта екеуінің қадамдары сәйкес келеді. Олардың әрқайсысы неше қадам жасайды дейді. Енді қараңыз, бұл негізі кез келген есепті математикада шығару үшін оның шартын түсіну маңызды. Есептің шартын түсінбесеңіз, есеп жауабын таба алмайсыз сіз. Бірден жауабын табуға ұмтылмаңыз. Өтірік сандарды айтуға, угадать етуге асықпаңыз да. Өйткені егер шартын бүйтіп, так, мынандай болады деп түсініп алсақ, біз нені табу керек екенін, біз өзіміз оны автоматты түрде түсінеміз. Өйткені Құдай бізге не берген? Ми берген, ақылы берген, соны түсіну үшін. Енді қараңыз, мысалы, әкесінің қадамы 90 см. Мысалы, 90 см, фук етіп бір қадам жасады. Ал анасының қадамы 80 см. Фук етіп бір қадам жасады, Енді қараңыз, осылай қадам жасап келе жатыр. Бұлай қадам жасап келе жатыр. Әкесі де қадам жасап келе жатыр солай. Енді қараңыз, осылар бірнеше жүргеннен кейін екеуінің қадамдары сәйкес келу керек екен да. Түсіндіңіз ба? Екеуінің қадамдары не істеу керек? Сәйкес келу керек. Мынау 90 айтпақшы. 90, 80. Енді қараңыз. Енді осы жерде қызық. Мысалы, нені табу керек дейтін болсақ, бұл екеуі бірдей қашықтық жүру керек қой, келісесіз ба? Яғни, мына бір қашықтығы екеуінде де бірдей болу керек. Өйткені сәйкес келді деген сөз, бірдей келіп тоқтап қалды деген сөз ғой, сол қашықтыққа келген кезде. Және олардың қадамдары табандардың ұштарымен бет сәйкес келіп қалды да. Демек, біз ең кіші ортақ еселігін табу керекпіз. Өйткені ең аз деген қашықтықта дейді. Демек, қандай қашықтықта екеуінің қадамдары сәйкес келеді дейтін болсақ, ең кіші ортақ еселігін табамыз. Енді ең кіші ортақ еселік табудың мынандай бір лайфхагы бар. Қараңыз, екеуін 90 және 80 көбейтеміз. Сөйтіп ең үлкен ортақ бөлгішіне бөлеміз. Екеуі де нешеге бөлінеді, нешеге қысқарады ең үлкен сан? 10-ға қысқарады, 10-ға бөлеміз. Так, мынаны қысқартып жібереміз. 8, 98-ге өтсек 720 шығады екен. Сонда қараңыз, 720 сантиметрден кейін, мысалы, әкесі мен анасының қадамдары бірдей болады, сәйкес келеді. 720 сантиметрден кейін әкесі неше қадам жасайды? Бұлайынан бәрін санайтын болсақ, барлығы 8 қадам жасайды екен. Ал анасы ше? Анасы 9 қадам жасайды. Ақылға сыйып тұр ма? Сыйып тұр, неге? Өйткені кімнің қадамы ұзын, сол азырақ қадам санын жасап тұр. Түсінікті ғой, Яғни бұндай есептерде ең кіші ортақ еселігін табатын біз ақылмен түсінуіміз керек. Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттерден анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Енді Ләйлә сырғанаққа 2 күнде бір рет, Әлия 3 күнде бір рет, Ләйлә 4 күнде бір рет барады. Достар жексенбі күні кездесті. Олар қайтадан неше күннен кейін кездеседі дейді. Енді қараңыз. Мысалы, Ләйлә 2 күнде бір рет, яғни 2 күн, 4 күн, 6 күн, 8 күн деген сияқты ғой, Мысалы, бүгін барса бәрі 2 күннен кейін Ләйлә барады. Бүгін дейік. 4 күннен кейін тағы Ләйлә барады. 6 күннен кейін тағы Ләйлә барады. Әлия, ол 3 күн сайын жүреді ол. 3, 6, 9 деген сияқты. Ал Ләйлә болса, ол 4 күн сайын жүреді. 4, 8, 12 деген сияқты. Енді қараңыз, бізге табу керек тағы да ең кіші ортақ еселігін. Яғни 2-нің 3-тің 4-тің. Ол бізде неше екен? 12 екен. Яғни 12 күннен кейін, мысалы, әртүрлі күндерде барып тұр ғой олар жаңағы сырғанаққа, катокқа. Бірақ сол 12 күннен кейін қарайтын болсақ, олардың бүкіл барлық бір-бірімен кездесіп қалды. Сен де келдің бе деп. Неге? Өйткені олар күндері сәйкес келіп қалды бір-бірімен. Түсінді ме? Жақсы.